Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте тез уақытта қамырды ашытып әуре болмай, осындай сұйық қамырдан өте жылдам арада пицца жасаудың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қойдым. Алдымен бөлме температурасындағы суға қантты, тұзды, өсімдік майын салып, лопатамен араластырамыз. Одан соң ұнды және қопсытқышты салып, оның іртігі кеткенше жақсылап лопатамен араластырамыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Міне біздің қамырдың консистенциясы осындай болуы қажет. Енді противенді өсімдік маймен майлап, манная крупаны аздап сеуіп шығамыз. Одан соң осы видеода көрсетілгендей етіп сұйық қамырды противенге жайып шығамыз. Қамырды осылай жайып шыққаннан кейін томатный соусты жағып шығамыз. Өздеріңіз қалағандай етіп салма салсаңыздар болады. Тартылған ет, колбаса, саңырауқұлақ қоссаңыздар болады. Мен кетчуптың өзін жағып, осылай 200 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Одан кейін сырды сеуіп, тағы да 5 минут пісіріп алдым. Осылай ерекше дәм беру үшін қураған петрушканы, укропты сеуіп шықтым. Мен осы пиццаның бетіне сепкен моцарелла ірімшігін үй жағдайында 5 минутта тек қана сүттен жасадым. Оның жасалу жолын видеоның описаниясына қалдырып кеттім. Мінекей, біздің пиццамыз пісіп дайын болды. Қамыры да жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Егер сіз пиццаның қамырын осы күнге дейін дұрыс жасаудың жолын білмей жүрсеңіз, осы рецептпен жасауды ұсынамын. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.